Қазіргі осы өзіміздің Алматы облысында кең тараған үш түрі бар. Ол ең біріншіден өзін банк қызметкері ретінде таныстырып, жәбірленушіні алдап, сол жәбірленушінің атынан кредит алып, немесе өзінің жинаған депозиттегі ақшаларын алу арқылы жүзеге асырады. Оның сақтық шараларын айтатын болсақ, егер де сізге немесе сіздің жақындарыңызға хабарласып, өзінің банк қызметкері ретінде таныстыратын болса, ол телефонды дереу кезде тоқтату керек. Сонымен қатар айтып кетейін дегенім, банк қызметкері ешқашан азаматтарға, біздің тұрғындарға хабарласып, өзінің атынан қандай да бір операция жүріп жатқаны туралы хабарламайды. Сонымен қатар өзіне келген құпия сандарды ешкімге мәлімдеме ретінде айтуға болмайды. Ол құпия саны тек қана адамның өзіне жіберілген құпия саны болып есептеледі. Осы шараларды басқа естен шығармауларыңызды сұраймыз.